Қайырлы күн, достар. Менің есімім Гүлбану. Менің авторлық әңгімелер YouTube каналыма қош келдіңіздер. Анасын жоғалтқан бала. Бірінші бөлім баланың айқайы. Кешқұрым ауыл ерекше тыныш болатын. Күн батып кеткен соң даладағы дыбыстың өзі бәсеңдеп, адамдардың дауыстары алыстан ғана сыбыр сияқты жететін. Сол тыныштықты кенет жіңішке дауыстың айқайы бұзды. Анам жертөледе! Ауладағы тауықтар үркіп, қанат қағып жіберді. Үйдің алдында тұрған ене қабағын шытып бұрылды. Құрметті достар, әңгімемізді бастамас бұрын кім қай өңірден тыңдап отыр, комментарийға жаза кетсеңіздер, мен үшін маңызды. Ал сіздерге көтеріңкі көңіл күймен осы туындымды тыңдауға шын жүрегіммен тілектеспін. Тағы басталды, деді ол тістеніп. Бала есік алдында тұр еді, беті қызарып кеткен, көзінде жас, бірақ жыламай тұр. Тек демі жиіленіп кеткен. Анам жертөледе, деді. Ол бұл жолы баяуырақ, бірақ сенімді. Көкесі, әкесінің ағасы, шарбаққа сүйеніп тұрған. Ол басын көтеріп, баланың айтқан жағына, үйдің артындағы ескі жертөлеге қарады. Бір секунд, сосын тез көзін алып кетті. Жетер енді, деді ол. Анаң кетіп қалған. Жоқ, деді бала. Ол сол жақта, мен естідім. Күрсінді. Бірақ бұл шаршаған адамның күрсінісі емес, бір нәрседен қажыған адамның күрсінісі еді. Қиялдап жүрсің, ұйықтамағаннан. Бала үндемеді. Ол ешкімге дәлелдей алмайтынын білетін, бірақ ішінен анық сезетін. Анасы тірі және жақын жерде. Аула шетінде байлаулы тұрған ит кенет қозғалып, жертөле жаққа қарай тартты. Құлағын тігіп, ауа иіскеді. Сосын баяу қыңсылады. Бала соны көрді. Міне, деді ол. Итте сезіп тұр. Иттің қыңсығаны анаң болды ма енді, деді әжесі ашуланып. Үйге кір. Бала орнынан қозғалмады. Жертөле ауладан сәл шеткері орналасқан. Төбесі жермен бірдей, тек темір қақпағы ғана көрінеді. Оның үстіне бір кезде ауыр тақтай қойылған. Ешкім көптен бері ашпағандай. Бірақ бала кеше түнде сол жақтан дыбыс естіген. Алғашында жел шығар деп ойлаған. Сосын қайта тыңдаған. Сосын анық естіген. Тыныс. Ол түні бала ұйықтай алмады. Енді таң атқанда айтуға бел буды, бірақ ешкім сенбеді. Көкесі шарбақтан алыстап бара жатып, тағы бір рет жертөлеге қарап қойды. Бұл жолы да көз қарасы ұзаққа созылмады. Бірақ сол қысқа қарастың ішінде бір нәрсе бар еді. Түсініксіз мазасыздық. Бала соны байқап қалды. Сол сәтте оның жүрегінде бір ой пайда болды. Үлкендер өтірік айтып тұр. Ит тағы қыңсылады. Жел жоқ, дыбыс жоқ, бірақ ауада түсініксіз ауырлық бар еді. Әжесі үйге кіріп бара жатып, енді осыны тағы айтсаң, жазалаймын, деді. Дауысы қатты шықты. Бала алғаш рет қорықты, бірақ қорқыныштан да күшті бір сезім болды. Ішінде сенім. Ол баяу жертөле жаққа жақындады. Темір қақпақ үнсіз жатыр, бірақ бала анық білді, анасы сонда. Түндегі дыбыс. Түн ауылға әрқашан бір түрлі тыныштық алып келетін.
Күндіз адамдардың сөзі, малдың дауысы, шелектің сылдыры бәрі тіршіліктің белгісі еді. Ал түнде бәрі тоқтайды. Сол түні бала ұйықтай алмады. Төсекте шалқасынан жатыр, көзі төбеде. Терезеден түскен ай сәулесі қабырғаға төрт бұрыш болып түсіп тұр. Жел жоқ, перде қозғалмайды. Үйдің іші тым тырыс, тыныш. Бір кезде тық, бала кірпігін қақпады. Тағы тық, тық. Бұл үйдің ішінен шыққан дыбыс емес, төменнен, жер астынан шыққандай. Ол баяу басын бұрды. Қасында жатқан әжесі, енесі қорылдап ұйықтап жатыр. Даусы бір қалыпты. Ештеңе естімегендей, бала тынысын ішіне тартып тыңдады. Сыбыр, бұл жолы анық. Дыбыс жертөле жақтан. Жүрегі тарс-тарс соқты, бірақ қорыққан жоқ. Керісінше таныс дыбыс сияқты бір кездері естіген, ұмытылып кеткен, бірақ жүрек ұмытпайтын дыбыс. Анасының тынысы. Бала ақырын көрпені ысырып төсектен түсті. Еден салқын, табаны тоңды, бірақ тоқтамады. Есіктен сықырлатпай ашуды есікті. Ол бұрыннан үйренген. Қолын тұтқаға баяу қойып, жай ғана итерді. Есік дыбыссыз ашылды. Дәліз қараңғы. Аула есігіне дейін әр қадамды есептеп басты. Бір тақтай сықырлап кетті. Біреуі сықырламайды. Ол бәрін жаттап алған. Есікті ашқанда түнгі ауа бетіне тиді. Салқын, аспанда жұлдыз көп. Бала бірден жертөле жаққа қарады. Ит сол жаққа қарап отыр екен. Құлағы тік, қимылсыз. «Шш!» деді бала сыбырлап. Ит үндемеді, үрмеді, қыңсымады. Тек баланың көзімен бірге жертөлеге қарады. Сосын тырс, екеуі де селк етті. Бұл жолы дыбыс анық шықты. Темірге тиген дыбыс. Бала бір қадам басты. Тағы бір. Жер салқын, шөп дымқыл, аяғы суланып барады. Бірақ ол тоқтамады. Жертөле қақпағына 3 қадам қалғанда артынан аяқ дыбысы шықты. «Қайда бара жатырсың?» Дауысынан ақ таныды. Көкесі. Бала бұрылмады. «Ол жерде біреу бар», деді жай ғана. Артындағы адам үндемеді. Бірнеше секунд. Сосын ауыр дем шықты. «Жоқ», деді. «Бос жер». Бала енді ғана бұрылды. Ай сәулесі көкесінің бетіне түсті. Және бала алғаш рет байқады. Оның маңдайында тер бар еді. Түн суық болса да, «Онда неге дыбыс шықты?» деді бала. Жауап болмады. Сол сәтте жертөле астынан тағы бір дыбыс шықты. Бұл жолы анық. Біреу іштен темірді баяу тырнап жатқандай. Сырт, сырт. Бала демін ішіне тартып, «Естідіңіз бе?» Ол үндемеді. Тек баланың иығынан ұстап алды. Қатты. «Үйге кір», деді. Даусы жай шыққанымен ішінде бұйрық бар еді. Бірақ кір. Бала қарсыласқысы келмеді. Бірақ қолының қысымы күшейді. Сол сәтте жертөледен әлсіз дыбыс шықты. Бірақ анық сөз, өте әлсіз. «Балам». Бала селк етіп көкесіне қарады. Ол мені шақырды. Оның жүзі өзгеріп кетті. 1 секунд қағана.
бірақ бала көріп үлгерді. Қорқыныш, шын қорқыныш. Сол сәтте ол бәрін түсінді. Бұл жерде бір құпия бар, және үлкендер соны жасырып жүр. Қайнағасы баланы көтеріп алды да үйге қарай алып жүрді. Ұйықтайсың, деді қысқа ғана. Бала жертөле жаққа қарап қала берді. Темір қақпақ қайтадан үнсіз, бірақ енді ол сенімді еді. Анасы тірі. Ит қазған жер. Таң әдеттегідей атты. Ауыл тіршілігі ерте басталатын. Қора жақтан сиыр мөңіреп, тауықтар шықылықтап, көрші үйдің қақпасы сықырлап ашылды. Күннің жарығы бәрін қалыпты етіп көрсеткенімен, баланың іші түндегідей тыныш емес еді. Ол көзін ашқан бойда жертөлені ойлады. Түндегі дыбыс, сол сәл әлсіз сыбыр. Балам, бұл түс емес еді. Ол төсектен тұрғанда әжесі самаурын қойып жүрген. Ұйқың қанбады ма? Деді ол, артына бұрылмай. Бала жауап бермеді. Көзі есік жақта. Сыртқа шығам, деді жай ғана. Таңғы ас ішпей ме? Кейін. Әжесі бір түрлі қарап қалды, бірақ ештеңе демеді. Аулаға шыққанда күн жаңа көтеріліп келе жатқан. Шөптің үстінде шық жылтырайды. Ауада таңғы дымқыл иіс. Ит жертөле жақта отыр екен, қозғалмай қарап отыр. Бала жүрегі зу ете қалды. Бар, деді ол сыбырлап. Ит бірден орнынан тұрды да жертөле қақпағына жақындады. Иіскеді, сосын бір сәт тұрып қалды. Келесі сәтте тырналай бастады. Тырс, тырс, тырс. Темір қақпақтың шетін қазды. Бала айналасына қарады. Ешкім жоқ. Қаз, деді сыбырлап. Ит жерді жанталаса қаза бастады. Топырақ жан жаққа шашырайды. Тырнағының дыбысы шыққан сайын баланың жүрегі де жылдам соғып барады. Бір кезде ит тоқтады. Тұмсығымен жерді түртті. Сосын қыңсылады. Бала дізерлей отырды. Жерге қарады. Топырақтың астынан бір дене көрінді. Шүберек. Жыртылған матаның шеті. Бала оны ақырын тартып көрді. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл анасының көйлегінің бөлігі еді. Сол гүлді көйлегі. Анасы соңғы рет соны киіп жүрген. Баланың қолы дірілдеді. Бұл, деді сыбырлап. Бұл оның киімі. Ит тағы қыңсылады. Сол сәтте арт жағынан шыққан дауысты естіді. Не істеп отырсың? Бала жалт бұрылды. Көкесі. Ол әдеттегідей емес еді бүгін. Дауысы жай шыққанымен көзі қатты. Бала қолындағы матаны жасыра алмады. Оның көзі бірден соған түсті. 1 секунд, 2 секунд, 3. Сосын ол баяу жақындады. Оны қайдан алдың? Бала үндемеді, тек жертөлені көрсетті. Оның жақ сүйегі тартылып кетті. Ит қазды, деді бала. Тағы үнсіздік. Ауа ауырлап кеткендей, ол еңкейіп баланың қолынан матаны алды. Ұзақ қарады. Танитыны анық еді. Бірақ ол бәрібір. Ескі шүберек қой, деді салқын. Бала басын шайқады. Жоқ, бұл анамдікі. Осы сөзден кейін айнала мүлде тыныш болып кетті. Тіпті құстар да дыбысын тоқтатқандай.
Ол баланың көзіне тіке қарады. Ұзақ. Сосын ақырын ғана анаң жоқ деді. Бар. Жоқ. Бар. Бұл жолы бала айқайлап жіберді. Ит ырылдап қойды. Оның қабағы түйілді. Бұл әңгімені енді қозғамайсың, деді ол жай ғана. Бала шегінбеді. Кеше ол мені шақырды. Көзі жылт етті. Не деді? Балам деді. Үнсіздік. Сол сәтте жел тұрып жертөле қақпағы сәл қозғалып кетті. Сықыр, үшеуі де соған қарады. Бала сыбырлады. Міне тағы. Ол бір қадам алға шықты, жертөле жаққа. Бірақ бұл жолы батыл емес, сақ, баяу. Сосын кенет тоқтады. Бетіндегі тыныштық жоғалды. Өте әлсіз еді. Іштен өте әлсіз дыбыс шықты. Темір астынан. Тық. Оның тамағы құрғап кеткендей жұтынды. Бала бәрін байқап тұрды. Сол сәтте оның кішкентай жүрегі үлкен бір шындықты сезді. Үлкендер бір нәрседен қорқып жүр. Көрші әйелдің көзі. Түске дейін бәрі әдеттегідей өтті. Аула сыпырылды, сиырға шөп салынды, пеш жағылды. Әжесі сырт көзге бұрынғыдай сабырлы. Бірақ бала байқады. Бүгін ол жиі жертөле жаққа қарап қояды. Бір кезде қақпа сықырлап ашылды. Әй, үйдегілер! Бұл көрші Күлзия апайдың дауысы еді. Ауылдағы еш нәрсені назардан тыс қалдырмайтын әйел. Қай үйде не болып жатқанын жерден бұрын сезетін. Әжесі дереу сыртқа шықты. Кел, деді жасанды көңілді үнмен. Бала табалдырықтан қарап тұрды. Гүлзия апай аулаға кірген бойда тоқтап қалды. Көзі бірден жерге түсті. Жертөле жақтағы қазылған топыраққа. Итпе, деді ол. Әжесі жымиған болды. Ит қой, не болса соны қаза береді. Гүлзия апай ештеңе демеді, тек көзін тарылтып қарады. Қызық, деді жай ғана. Ит бекер қазбайды. Әжесі үнсіз қалды. Ауа тағы ауырлады. Бала олардың сөзін тыңдап тұрды. Сол кезде ит баяу жертөле жаққа барып отырды. Құлағы тік, көзі темір қақпақта. Гүлзия апай оны байқап қалды. Мынауың бірдеңені сезіп тұр ғой, деді. Әжесі дауысы қатайып, ит қой ол. Не сезеді дейсің? Ит кейде адамнан сезгіш болады. Бұл сөзден кейін әжесі алғаш рет ашуланды. Сен не дегің келіп тұр? Гүлзия апай иығын көтерді. Ештеңе, жай айтып тұрғаным ғой. Бірақ оның көзі жертөледен кетпеді. Сол сәтте тық, дыбыс әлсіз шықты, бірақ жеткілікті еді. Үшеуі де қатып қалды. Гүлзия апай басын көтерді. Естідің бе? Әжесі бірден. Жел шығар. Жел жоқ қой. Үнсіздік. Тағы сырт. Бұл жолы анық. Темірдің астынан. Гүлзия апай жүзі өзгерді. Гүлзия апайдың. Анау не дыбыс? Әжесі тез жауап берді. Ескі жертөле ғой, ағаштары шіріген, бірақ дауысы сенімді шықпады.
Гүлзия апай бір қадам алға шықты. Жертөлеге қарай. Ашып көрсек қайтеді? Әжесі жолын бөгеді. Керегі жоқ. Неге? Іші бос. Бос болса ашуға болмайды ма? Екеуінің көздері түйісті. Бірнеше секунд тыныш соғыс. Сол сәтте бала шыдай алмады. Онда анам неге ішінен сөйлейді? Ауладағы ауа сол мезетте қатып қалғандай болды. Гүлзия апай баяу балаға қарады. Не дедің, қарағым? Бала қорықпады. Анам ішінде. Әжесі күрт бұрылды. Үндеме. Дауысы қатты шықты. Бала селк кетті. Бірақ кеш еді. Гүлзия апай бәрін байқап тұрды. Әжесінің жүзін, жертөлені, баланың көзін. Сосын ол өте жай дауыспен: сендер бірдеңені жасырып жүрсіңдер. Әжесі ештеңе демеді, тек жұтынды. Сол кезде жертөледен тағы дыбыс шықты. Өте әлсіз, әрең естілерлік. Бірақ сөз анық еді. Су. Гүлзия апайдың өңі қашты. Онда адам бар. Әжесі айқайлап жіберді. Жоқ. Ауладағы құстар дүр етіп ұшты. Бала тұрып қалды. Ит ырылдады. Ал Гүлзия апай сыбырлап қана айтты: бар. Қақпақ қозғалған сәт. Гүлзия апай кетпеді. Әдетте ол сөзін айтып, өсегін жинап, өз үйіне асығып кететін. Бірақ бүгін ол қақпаға қарай бір ретте қарамады. Керісінше жертөледен көзін алмай тұрды. Әжесі мазасыздана бастады. Әй, үйіңде шаруаң жоқ па? Неменде қадалып қалдың? Деді қабағын түйіп. Бар, деді көрші. Бірақ бұл маңыздырақ сияқты. Бұл сөз ауладағы ауаны тағы ауырлатты. Бала үндемеді. Оның кішкентай жүрегі сезіп тұр. Дәл қазір бір нәрсе болады. Сол сәтте сырт жақтан қақпа ашылды. Көкесі келді. Ол әдеттегіден ерте келді. Қолында жұмыс күрегі бар. Бетін қаққан. Бірақ көзіндегі нәрсе күннің табы емес еді. Ол бірден бәрін шолып шықты. Көрші әйел, бала, қазылған жертөле. Көзі тоқтаған сайын жүзі қатая берді. Не болып жатыр? Деді. Ешкім жауап бермеді. Гүлзия апай ғана иегін жертөлеге қарай көтерді. Анау не дыбыс? Ол көзін тайдырмады. Қандай дыбыс? Іштен шыққан. Ештеңе жоқ. Бар. Екеуінің арасындағы үнсіздік сөзден ауыр болды. Бала кенет айтты: анам су сұрады. Бұл сөз ауаны қақ жарып өтті. Көкесінің саусақтары күректің сабын қатты қысып жіберді. Тамырлары білеуленіп шықты. Кім айтты? Деді ол. Өзі. Қашан? Қазір. Үнсіздік. Тек жел ғана баяу соғып тұр. Гүлзия апай бір қадам жертөлеге жақындады. Ашып көрейік. Ол жолын бөгеді. Қажеті жоқ. Неге? Айттым ғой, бос. Гүлзия апай көзін тарылтты. Бос жерден адам дауысы шықпайды. Осы кезде тық. Үшеуі бірдей жертөлеге қарады. Қақпақ сәл қозғалды. Өте аз. Бірақ анық. Бала демін ішіне тартып: міне,
Тағы дыбыс, сырт-сырт, іштен, темірдің астынан. Бұл жолы ешкім ештеңе дей алмады. Гүлзия апай, сыбырлады, онда біреу бар. Әжесінің ерні дірілдеп кетті. Көкесінің маңдайынан тер шықты. Сол сәтте іштен әлсіз соққы естілді. Туп, біреу күш жинап соңғы рет белгі берілгендей. Тағы туп. Бала айқайлап жіберді. Анам! Осы айқай бәрін бұзды. Тыныштықты, жалғанды, жасырып тұрған шындықты Гүлзия апай бірден қақпаққа ұмтылды. Аш! Орнынан қозғалмады. Кілт жоқ, деді. Бұз! Ашылмайды. Онда мен шақырам адамдарды. Осы сөзден кейін көкесінің жүзі күрт өзгерді. Алғаш рет оның көзінде ашық қорқыныш көрінді. Ешкімді шақырмайсың, деді ол. Даусы төмен, бірақ ішінде қауіп бар. Гүлзия апай тайсалмады. Неге? Жауап болмады. Сол кезде жертөледен өте әлсіз дауыс шықты. Өте әлсіз, бірақ анық. Балам! Балам! Бала жылап жіберді. Ал ол бір қадам артқа шегінді. Жертөле ашылған сәт. Сол таңғы сәтте ауылдың тыныштығы қайтадан бұзылды. Жертөле қақпағы баяу сықырлап қозғалды. Біреу оның сыртынан емес, ішінен итеріп жатқандай. Бала тұрып қалды. Иттің қыңсылады. Сыртқы әлемде күн ашылып, бәрі әдеттегідей көрінгенмен, жертөле ішінде бір тылсым бар еді. Ол да аң-таң, қолын күрекке тіреп, жылдам қадам басып келді. Бірақ тоқтады. Көзінде қорқыныш бар. Сол сәтте бала түсінді. Үлкендер бәрін жасырып келген. Ит тағы дыбыс шығарып, қақпаққа ұмтылды. Анаң! Бала сыбырлады. Ол тірі. Көкесі селк етіп артқа шегінді. Бірақ енді қақпақ толық ашылды. Жертөлеге алғаш рет толық жарық түсті. Ішінде анасы отыр. Бетінде шаршау, бірақ көзінде өмір бар. Қолында шағын орамалын ұстап, ол әлсіреген даусымен: балам! Бала жүгіріп барып анасына құшақтауға тырысты, бірақ қайнағасы алдында тұрды. Үндеме, деді ол қатты, бірақ даусы дірілдеп тұр. Анасының қолы дірілдеп балаға жетті. Бір сәт үшін бәрі үнсіз болды. Иттің құлағы тік, басын шайқап, дабылды ескертуші сияқты қыңсылады. Бала ақырын: неге? Анасы әлсіреп кішкентай даусымен: олар мені іште. Бала түңіліп қалды. Сол жерде бәрі анық болды. Анасын қамаған қайын жұрт. Ал анасының ешкімі жоқ, қорғаушысы жоқ екені де енді белгілі болды. Қайнағасы алға шығып, күректің сабымен топырақты қопсытты. Бала жылдам қақпаққа қарай үңілді. Әр қозғалыс, әр дыбыс шындықтың белгісі. Балаң, үндеме, деді дауысы төмен. Сен әлі бәрін түсінбейсің. Бірақ бала бәрін түсінді. Жертөледен шыққан әлсіз дыбыс тағы естілді. Бұл жолы анасының сөзі анық болды.
балам, мені құтқар. Бала жылай бастады. Иттің арқасында анасына жетуге тырысқан әр қадамы қауіпке толы еді. Бірақ енді ол ешқашан артқа қарамайтын болды. Тығылған хат. Жертөле ашылғаннан кейін аулада бұрын соңды болмаған үнсіздік орнады. Ешкім ештеңе айта алмады. Тіпті жел де тоқтап қалғандай, анасын сыртқа шығарып қабырғаға сүйеп отырғызды. Жүзі қурап кеткен, ерні кебір. Бірақ көзі тірі, санасы анық. Бала тізерлеп отырды жанында. Анашым, мен келдім. Әйел әлсіз жымиып, саусақ ұшымен баласының бетін сипады. Сол сәтте оның көзі айналаны шолып өтті. Енесіне тоқтады, қайынағасына тоқтады. Сосын бір нәрсені есінде түсіргендей сәл кетті. Қағаз, деді сыбырлап. Қандай қағаз? Деді бала. Әйел жауап бермеді. Тек дірілдеген қолымен көйлегінің ішкі қалтасын нұсқады. Бала асығып қолын салды. Ішінен бүктелген дымқылданып қалған хат шықты. Мынау ма? Анасы басын әрең изеді. Бала қағазды ашты. Қағазда ресми мөр бар. Гүлзия апай жақындай түсті. Не жазылған? Бала әр әріпті буындап оқи бастады. Туу туралы куәлікке өзгеріс енгізу жөніндегі өтініш. Әжесі орнынан атып тұрды. Бер оны. Бала шошып кетті. Қайнағасы да алуға ұмтылды. Бірақ Гүлзия апай олардан бұрын қағазды алып үлгерді. Көзі жүгіріп өтті. Алғашында түсінбей қалды. Сосын түсінді. Жүзі бозарып кеткен. Мынау, деді баяу, мынау баланың әкесі туралы құжат қой. Ауладағы ауа тағы ауырлады. Қандай әке? Деді әжесі қатқыл. Гүлзия апай көзін қағаздан алмай, мұнда баланың әкесі тірі деп жазылған. Бала жүрегін ұстап қалды. Тірі? Үнсіздік. Қайнағасының жұдырығы түйіліп кетті. Ол өлген, деді тістеніп. Гүлзия апай жай ғана басын шайқады. Бұнда тірі екені жазылған. Тіпті ол сөйлемей тоқтап қалды. Не? Деді бала сыбырлап. Гүлзия апай ернін әрең қозғады. Оның басқа от басы бар екен. Жер астынан соққан желдей суық үнсіздік орнады. Бала түсінбеді. Қандай отбасы? Гүлзия апай ақырын жауап берді. Әйелі бар, және тағы тоқтады. Және не? Қызы бар. Бала орнынан тұрып кетті. Жоқ. Ол анасына қарады. Анасы көзін жұмып алды. Бұл мойындау еді. Сол кезде қақпа сыртынан көлік дауысы естілді. Бәрі жалт қарады. Аула алдына қара машина келіп тоқтады. Қозғалтқыш өшті. Есік ашылды. Аяқ дыбысы. Баяу, сенімді, таныс. Бала демін ішіне тартып сыбырлады. Әке!